Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай жасалатын, әрі өте тойымды тағам ханум на сковороде дайындайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен фаршқа майда етіп туралған пиязды қосамыз. Сосын дәміне қарай тұз және бұрышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырды елеп, оны мантыға жайғандай жұқалап жаю қажет. Сосын видеода көргеніңіздей майды жағып, оны да жан-жағын осылай бір-біріне ортаға келу арқылы жан-жағында майлап аламыз. Дайындап қойған салмамызды барлық жеріне, яғни қамырдың барлық жеріне осылай қойып шығамыз. Ең бастысы қамырдың шет-шетіне шығарып алмау. Салмамызды толығымен салып болған соң, осылай видеода көрсетілгендей қамырымызды орап шығамыз. Бізде осындай бір орама шығады, жан-жағын жауып қоямыз. Енді подливасын дайындаймыз. Ол үшін бір пиязды осылай майда етіп турап аламыз. Кейіннен сәбізді де майда 4 бұрышты етіп тураймыз. Картопты да осылай жұқалап тураймыз, яғни бір картопты 4 немесе 5 бөлікке бөлеміз. Қызанақты блендермен езіп аламыз. Табамызды қыздырып, оған май құямыз. Кейіннен май қызған соң пиязымызды қуырамыз. Менің табамның диаметрі 28 см, көлемі 4 литр. Кейіннен сәбізді саламыз да кішкене қуырып аламыз. Сосын бір ас қасық томат пастасын қосып, тағы да қуырып аламыз. Осылай қызартып қуырып болған соң, жаңағы қызанақты осылай құямыз. Жақсылап араластырып, 1-2 минут осылай кішкене қайнатып аламыз. Кейіннен бетіне жаңағы картопты бір слой қылып қойып шығамыз. Сосын 200 мл суымызды құйып, крышкасын жауып қоямыз. Қайнағанға дейін жеткіземіз. Кейіннен дәміне қарай тұз қосамыз. Сосын біздің орамамызды осылай бетіне қойып, оның үстін осылай сұйық маймен жағып шығамыз. Сосын оның бетін крышкасын жауып, 45 минутқа төмен отта пісіріп аламыз. Қалауыңызша бетіне аз көк сепсеңіз болады. Және крышкасын қайттан жауып, 1-2 минутке қойып қойсаңыз болады. Мінекей біздің орамамыз дайын, өте ерекше болып шығады. Қонақтарыңызға да жасап көрсеңіздер болады. 5 адамға тойымды тағам. Түскі асқа болсын, кешкі асқа болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтыны сөзсіз.
және де менің видео рецепт ұнаған болса лайк қойып тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.